Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Махат KZ. Достар, көбісіңіздер ВКонтакте желісінде көптеген фото көретін шығарсыздар. Хабарламалар 9999 мынадай 9099 бәрі 9099 деп. Осындай болып достар, бұлар өтірік. Кейбіреулер үшін кейбіреулер өтірік бар. Осындайда қазір мен сіздерге айтпаймын, осындайда қалай істеу керектігін айтатын боламын достар. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Ал достар, мұны қалай осындай болып десеңіздер, бұл өтірік. Бұны былай істейді. Мешкінің оң жағын басқарамыз, сан үстіне келемізде, мешкінің оң жағын басамыз. Сосын басынан тірек код дейін басамыз. Және мына жерде осындай шығады. Мінекей, бұл негізде менде 25 па 35 па осындай шашыны келіп тұрды. Мінекей өзгертеміз. Осында бас 2-3 рет басамыз, үстінен осы санның үстіне болды. Енді біз санымызды жазамыз. Мысалға 1893 дейік. Міне осындай болып шықты достар. Бұл шын мәнінде барлығы өтірік. Кейбіреулер осындай қылыпта істеп алады. Бұл шын мәнінде кейбіреулер осындай қылып жазып алады достар. Мінекей шын мәнінде 26. Осындай достар, видео аяқталды. Видеоны достар, әрине лайктарыңызды басыңыздар, ана жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Махат KZ. Қош сау болыңыздар.